Сәлем балалар, 3 сынып математика. 90 сабақ құрылымы күрделі теңдеулер тақырыбы. Сен құрылымы күрделі теңдеулерді шешетін боласың және теңдеудің көмегімен есеп шығаратын боласың. Бірінші тапсырма: өзара байланысты 3 санды тап. Сонда сен жазушының аты жөнін, оның шығармасын және қандай жанр екенін білетін боласың. Ал олай болса, Бердібек Соқпақбаев 63 саны. 63 саны 7 және 9 сандарының көбейтіндісіне тең. Сондықтан Бердібек Соқпақбаев «Менің атым Қожа» шығармасын жазған. Ол повест. Ал ағайынды Гриммдер 30 санымен. Ал 30 саны 6 және 5 санының көбейтіндісі. Демек, Бремен музыканттары ол ертегі екен. Ал Крылов 32 санымен аяқталады. Демек, 4 пен 8 сандарының көбейтіндісі 32-ге тең. Крыловтың квартет шығармасы мысал. Екінші тапсырма: теңдеулер шеш. Тексеруді орында. X бөлінген 75 пен 5-тің бөлінісіне. Ол тең болады 60-қа. Мұндағы X-ті табу үшін 75 пен 5-ті бөліп аламыз. Өрнектің мәні 15-ке тең болады. Ал енді 60-ты 15-ке көбейтеміз, 900. Демек, X-тің орнында 900 саны бар екен. Келесі өрнектегі X белгісі санын табу үшін 15-ті 3 есеге арттырамыз, 45 болады екен. Ал енді 45-ті 9-ға бөлеміз, X 5-ке тең болды. Демек, 15 пен 3-тің көбейтіндісін 5-ке бөлгенде 9-ға тең болады. К қосу 120 мен 4-тің бөлінісі 30 тең 500-ге. К-ны табу үшін 500-ден 30-ды кемітеміз. Демек, К 470-ге тең екен. 470-ге 120 мен 4-тің бөлінісін қосқанда 500 болады екен. Үшінші тапсырма: кесте бойынша өрнектер құр және олардың мәнін тап. Қосылғыш 301 мен 2-ның көбейтіндісі, екінші қосылғыш 230, қосындының мәні 830. 35 пен 0-дің көбейтіндісін 404 пен 4-тің бөлінісіне қосқанда 101. 960-қа 560 пен 80-ның бөлінісін қосқанда 960. Келесі өрнектің мәні 100. Ал енді азайтуға байланысты өрнектер: 740-тан 78 пен 39-ның бөлінісін кеміткенде 738 ары қарай. 2-ні 402-ге көбейтіп 201-ді кеміткенде 603. 900-ді 3-ке бөліп 5 пен 11-дің көбейтіндісін кеміткенде 245. 23-ті 1 есеге арттырып 98 пен 98-дің бөлінісін кеміткенде өрнектің мәні 22-ге тең. Үшінші Б есебі: 2 және 3 алмалымен орындалатын өрнектерді құрастыр. 44 бөлі 11, өрнектің мәні 4-ке тең. 4 пен 10-ның көбейтіндісі 40. 21-ді 7-ге бөліп 460-қа қосқанда өрнектің мәні 463-ке тең болады. Төртінші тапсырма: теңдеулерді шеш. А мен 15-тің бөліндісі тең болады 54-ті 6 мен 3-тің көбейтіндісіне бөлгендегі мәнге. Мұндағы теңдіктің оң жақ бетін өрнектерін есептеп аламыз. 6 мен 3-тің көбейтіндісі 18, 54-ті 18-ге бөлгенде 3. Ал енді А-ны табу үшін 15-ті 3-ке көбейтеміз. А-ның орнына 45 санын қойып теңдеуді тексереміз. Екінші теңдеу: 55 пен X-тің көбейтіндісіне 710-ды қосқанда 820-ға тең болады. Мұндағы X-ті табу үшін 820 мен 710-ның айырмасын 55-ке бөлеміз. X 2-ке тең болады. Келесі теңдіктегі X-ті табу үшін теңдіктің оң жағын есептейміз. Содан соң шыққан мәннен 300-ді кемітеміз. X 166-ға тең болады. Бесінші есеп: көбейтінні көбейткіштердің квадратына немесе кубына ауыстыр. Өрнектердің мәнін есепте. 7 мен 7-ның көбейтіндісі 7-ның квадраты. Ал 7-ның квадраты 49-ға тең. 8 көбейту 8, 8-дің квадраты 64-ке тең. 2 көбейту 2 көбейту 2, бұл 2-ның кубы. Ол 8-ге тең болады. 4 пен 4-тің көбейтіндісі 4-тің квадраты, ол 16-ға тең. 3 көбейту 3 көбейту 3, бұл 3-тің кубы. Ал 3-тің кубы 27-ге тең. 9 пен 9-дың көбейтіндісі 81-ге тең болады. Алтыншы тапсырма: бөліндінің мәні мен қалдықты тап. Бөлінгіш 59, бөлгіш 6, бөліндінің мәні 9 және де 5 қалдық қалады.
23-ті 4-ке бөлгенде 5 және де 3 қалдық. 47-ні 5-ке бөлгенде 9 пен 2 қалдық. 70-ті 9-ға бөлгенде 7 мен 7 қалдық. 30-ды 4-ке бөлгенде 7 мен 2 қалдық. 5-ті 8-ге бөлгенде 0 және де 5 қалдық қалады. 7-ші есепті теңдеудің көмегімен шығар. 7-ші есебі. Кітаптың 60 беті бар, оқушы бірнеше бетін оқығаннан кейін оқылмаған 15 бет қалды. Оқушы кітаптың неше бетін оқыды? Былай бастап көр. Оқушы X бетті оқыды дейік. Онда мен теңдеуді құрастырамын. Болды 60 бет. Оқылды X бет. Қалды 60 пен X-тің айырмасына тең болады. Демек осы жерден 60 азайту X тең қалды 15 бет деп теңдеу құрастырамын. Мұндағы X-ті табу үшін 60-тан 15-ті кемітемін. Айырманың мәні 45-ке тең болады. Ал енді X-тің бастапқы мәніне теңдеудің 45-ті қойып теңдеуді тексеремін. 60 пен 45-тің айырмасы 15. 15 тең 15-ке. Демек, теңдеуіміз де есебіміз де дұрыс шықты. 7-ші есебі. Оқу залында 17 оқушы бар. Тағы бірнеше оқушы келгеннен кейін барлығы 31 оқушы болды. Оқу залына неше бала келді? X оқу залына келген оқушылардың саны дейік. Олай болса, есептің шартын құрастырамыз. Болды 17 бала, барлығы 31 бала болды. Келген бала X. Демек, есептің шешуі 17 қосу X тең 31-ге тең болады. Мұндағы X-ті табу үшін барлық баладан болған балалардың санын кемітеміз. X 14-ке тең. Демек, X-тің бастапқы мәніне 14 санын қойып теңдеуді тексереміз. 17 мен 14-тің қосындысы 31-ге тең. Демек, есептің жауабы оқу залына 14 оқушы келген. 8-ші есеп. Тура теңдік шығу үшін қажетті жеріне арифметикалық амалдардың қолданып жақшалар қой. 5, 3 және 4 сандарының мәні 17-ге тең болу керек. Мұнда 5 пен 3-тің арасына қосу және 3-тен кейін көбейту амалын қоямыз. Сонда көбейту амалы бірінші орындалады. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12. 12-ге 5-ті қосқанда 17 болады. Ары қарай келесі амалдарды қоямыз. 8 пен 2-ның және 7-ның қосындысы 17. 20-ны 5-ке бөлгенде 4, 4 пен 6-ның көбейтіндісі 24. 12 мен 3-тің қосындысы 15, 15-тен 4-ті кемітсең 11. 18-ді 6-ға бөліп 2-ге қосқанда 5. 5 пен 8-дің қосындысын 4 есе арттырғанда 52. 30 пен 3-тің айырмасын 7-ге көбейткенде 9. 14-ті 7-ге бөліп 2-ге қосқанда 4. 2 мен 9-ның қосындысын 3-ке кеміткенде 8 болады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, осы каналға тіркеліп алыңдар.